Иә! Ал айтыңдаршы, болашақта жастар білімді бола ма? Иә! Ал қазір ше? Оқыдың ғой, не болса шау? Қараңдаршы, мына шашына қараңдаршы. Мынау бірден айтатын сияқты сендерге. Жігіттер, менің қызым телевизор сияқты көре бергім келеді. Ал менің қызым обогреватель сияқты жылтай береді. Арнұр, сенің қызың ше? А менің қызым сотка сияқты. Не сонда кішкентай әдемі компактный ма? Жоқ, просто экран біткен полифония өшкен екеуі басқа мүшіретте тек корочка с вибраторымен қарап айтшы маған, осылай қыстың түскенін жақында қыстың түскенін байқадың ма? Байқадым. Атаңның басы байқады, сен оған деп тапатқансың, қыс түнде түсті ғой. Қыс түскен мен сенің басын тоққамасын деп әдейі басын тоққамасын деп не істең мынандай металл шапқа келді. Кит көрші мен. Ай, Арнұр, мынау үлкен ғой. Іштің етпей жүнескемен киіп аласың ғой. Болашақта білім арттыру мақсатында мынандай кастингтер жүріп тұрады. Сонымен келесі. Иә. Екіні көбейтсек қанша болады? 4. Красавчик. Қалай біліп қойды? 5-ке 5-ті көбейтсең қанша болады? 25. Что айтсаң? Қайда көріп жатқан бәрін? Арнұр, ойбай, бұл түрде білім. Арнұр, біздің түріне балерін алуға болмайды командыға. Мынау ненормальный, мынау жынды. Жігіттер ақыр төлендер естіп қалмасын, мынау ненормальный жынды. Түсін көрсетші. Ойбай, вообще алуға болмайды болашақта. 2-ні көбейтесің. 13-ке көбейтесің. 12. Оған 5-ті қосасың. 17. Ақылсың ба не? Иә. Ақылды болсаң сол 17-ні алда 1.263.402 көбейтті. Оған 0-ді қоста, одан 3-ті алда да қайтадан 5-ті қоста. Одан 1 шпикет пен 2 шпикеттің арасындағы барлық шпикеттен сыртқы бұрыштарды қосып, олардың арасынан альфа 2, альфа 3, альфа 4, бета, сета, бәрін, бета, мета, шақырды, туыс, бәрін жинап әкеп, осы отырған залда қанша адамдар отыр, солардың номерларын және олар киімінің ғой солың жындылардың номерін бәрін қосып әкеп, оттан алып Пифагор заңын қосып, биохабарлық заңын бәрін қосып, сол олар ережесі бойынша отыздың бәрін қосып әкеп, туыс залға да осының аяғында абсолют шамасын жігітен болады көке. Ай, Арнұр, сен не? Өткізгің келмейді ма неменің? Жоқ, мәселе онда емес. Жоқ, өткізгің келмесе өткізіп қойып. Жоқ, өткізсең саған қосқанын сыйлайын ба деген сыйға, MP3-си бар. Ана есік алдында көрдің ба? Сонда сыйға тартам білген. Өтсең маған бересің ба не сен? Сен бағана 5-ке 5-ті көбейткенде қанша дедің? 25. Қате? Құрметті көрермендер, болашақта әр қалада өзінің автоответчигі болады. Сонымен Жезқазған қаласы. Сәлем, бұл Жезқазған қаласының автоответчигі. Бұл қаланың тұрғындарының қазір қолдары тимейді. Уақыт болғанда звондайды. Гудоктан кейін телефонды қалдырып кет. Пик! Ай, Жезқазған қаласының тұрғындары қолдарын босаған сәтте қозғалыңдаршы. Рахмет, және Қарағанды қаласы. Сәлем, бұл Қарағанды қаласының автоответчигі. Қарағандылықтар қазір ұйықтап жатыр. Таңертең тұрғасын звондайды. Пик! Иә, Қарағанды қаласы, срочно звондашы. Және де Теміртау қаласы. Сәлем, Ағалай! бұл Теміртау қаласының Маған кім шақырды жаңа, қана? Теміртау қаласының Немене сөзін береді? Сәлем, бұл Теміртау қаласының автоответчигі. Бұл қаланың тұрғындары КВН тамашалап келген. Звондайды. Гудоктан кейін телефоныңды қалдырып кет. Кетші тойда бастанда маған сөз беріп қойды, сөз бере алмаймын ше? Не айтам енді? Бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Келгелерің кез келеділер тең болсын. Кетші айта алмаймын мен. Не айта алмаймын, түсіндің ба? Баста өлем. Мә! Аңыз түсіндің ба? Жоқ, түсінген жоқ.
Қандай? Криминальный күч. Теміртауда кешке қарай көшеге шыға алмайды дейді. Неге? Қарағандыдан бір маньяк келіпті. Шын? Иә. Ал түнде ше? Ол маньяк түнде де жүреді екен. Алдын ертең ше? Таңертең шыға бер, таңертең мен сабақтамын ғой. Біздің қазір бос уақытында Өсек соған. Өсек? Өсек. Өсек? Өсек. Өсек. Өсек соған ардыға. Сонымен қарасаңыздар, арғы өсек сол үстінде. Қазақстанға бір пайдасы тиетін жігіттер керек, сендер